12 жасқа толған балаларға арналған. Қалықтап аққан атаққар, сыртыңдап мүлгейді бақтар. Кең далам құшағын жайып, есімде қауышқан шақтар. Мөлдіреп жұлдыздай көзің, жүректі тербетті сезім. Біз екеуміз қауыз жарған гүл екенбіз. Жастықтың жан сырын ашқан, нұрланған айлы түн аспан. Мейірбан пәктігін жырлап, сен болып көңілім тасқан. Мөлдіреп жұлдыздай көзім, жүректі тербетті сезім. Біз екеуміз қауыз жарған гүл екенбіз. Біз екеуміз қауыз жарған гүл екенбіз. Армысыздар әнсүйер ағайын, эфирде бір ән хабары және мен Жұлдыз Бейсек. Махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар деп хакім Абай айтқан. Махаббат сезімі кімде көбірек болса, оны кімнің жүрегі тынбай іздесе, ол кісі ғалым, сол ғақыл дейді. Бұл дүниеде дүние құмарлықтан үлкен, көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын, судай саф, ауадай мөлдір, таза сезім бар. Адамдарды бір-біріне жалғап, керек десеңіз дөңгелек жерді де ұстап тұрған махаббат. Қалықтап, ақ қанат, ақ қар, сыртыңдап, мүлгейді бақтар. Кең далам құшағын жайып, есімде қауышқан шақтар. Қазақта құлақтың құршын қандырар, жүректі оятып, жібек сезімге бөлейтін әндер жетерлік. 2000 жылдары қазақ даласына таң самалындай, жұпарлы жаңбырдың лебіндей, жаздың әдемі көркіндей, қыстың ақ мамық қарындай әсер еткен біз екеуміз әннің шығу тарихына тоқталмақпыз бүгін. Біз екеуміз деп ат айтып тұрғандай, бір-біріне ынтық екі жас, іңкар жүректің ғаламат сезімі туралы айтылады бүгін. Ақындардың айырмасы бар, ән мен жырдың қайырмасы бар деген екен Кенен Әзірбаев. Әуелі әсем сазды жазған сазгердің жүрек жарды сырымен бөлісейік. Біз екеуміз деген әннің шығу тарихына келетін болсақ, бұл ән 1999 жылы дүниеге келген. Негізінде бұның сөзі жоқ, өзім алғашында домбырамен ән салып жүріп, негізі балалық кезімнен бастап өнерге өзім құштар болып, сол өнерге жұмысқа келдім, сол өнерде қызмет етіп жүріп, домбырада қолымнан түскен жоқ. Сол кезде осы бір әннің бір әдемі әуезді сазы келді. Сол тартып жүрген кезімде үйдегі отау құрған отбасымда Шәрия жарым бір қатты сырқаттанып қалды. Сол кезде бір адамға бір неше түрлі бір ойлар келіп, адам өзі бір қиналыңқыраған сәттер болды. Соны енді менің үлкен бір кәрібден түсіп деген сол өзі бұрын коммунистік еңбек, кейінгі Құлантайын газеті болып келген газетте 40 жылда еңбек етті. Ақын ағамыз бар. Сол ағамызбен тығыз байланыста, шығармашылық байланыста былай сұхбаттасып, пікірлес жүретін ағам болғандықтан сол кісіге барып, аға бір осындай бір ән толды. Соған бір сөзін ретін келтіріп бересіз бе деп. Енді ол кісі алғашында біраз кішкене қиналыңқырап, балалар ақынымын ғой, мен ондай бір лирикалық ақынға өлең жазған емеспін деп. Соған қалжыңдап енді анау
Шаншар деген жеңгеміз бар, мұғалім өзі. Сол ағамыздың бала кезінде біздің әкелеріміз бәрі қатар қызмет жұмыс істеген. Қорағат деген совхоз, Луговойдың жаңадан құрылған тың совхозында. Сол кезде жаңағы жеңгемізге ғашық болады екен ағамыз. Сөйтіп жүріп, өлең жазады екен, жеңгеміз кішкене ағамызды онша қоңылтақсып жақындатпайды екен. Сондай бір қызықты әңгімелері бар. Бірақ енді ағамыз бен жеңгеміздің татулығы, бір-біріне деген сыйласуы керемет адамдар еді. Өмірден өтіп кетті ол кісілер. Ағамыз сол бір күні, сол бір аптадан кейін маған хабарласып, Дүйсен, ана әніңе бір өлеңдер жазып қойдым, көрші деп. Содан үйге барып, айттым ғой сізге, мінекей, Шаншар жеңшемізге ғашықтығыңыз әлі әдемі әңдер, өлеңді жолдарын туындатыпты деп оқып көріп, бір 17 куплеттей жазып қойыпты. Соның ішінен енді таңдап бір куплетті өлеңді алдым, өйткені оның ішінде сол бір өте бір ыңғайлы, бір адамның көңіліне бір әдемі бір әсері беретін сезімі бар өлең жолдар екен. Соны домбыраға салып едім, кәдімгідей бір әдемі ән шықты. Ал Бекеміз деген өлең адамдардың керемет құр сөзбен айтып жеткізбейтін осындай әсем әуенмен бойыңды билейтін ішкі қуаты керемет әннен тұрады. Ал енді бұл әнді республика көлемінде көптеген әншілер айтып жүр. Дүйсеннің бұл әні танымал ән. Соның ішінде ерекше айтатын болсақ өзіміздің жерлесіміз, атақты әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, қайраткері, өзіміздің ініміз айтып жүр. Ал бұл ән өзінің құндылығын ешуақытта жоғалтпайды деп ойлаймын. Өйткені ішкі терең сезімге құрылған ән мен сөздің бірлестігі керемет үндестік тапқан. Жол тапқан жүрекке терең, ай қабақ сұлуым сенең, алғашқы махаббат отын сәулем-ай сағынып келем. Осыншама махаббат отын ақын жүрегінде тұтатқан кім? Сезім сәулесін шашып, шайырды шарқырып шабытқа бөлеген қай қыз? Соншама жып-жұмыр, абай айтқандай тілге жеңіл, жүрекке жылы тиген өлеңнің авторы ақын Кәріпжан Нүсіп. Осы әннің сөзін жазған ақын Кәріпжан Нүсіп туралы да бір-екі ауыз сөз айта кеткім келеді. Әрине, ән өміршең, ән лирикалық, өте керемет ән. Адам баласының бойындағы ыстық, кім көрінгеннің бойына бетке бермейтін ыстық сезім туралы содан туындаған ән. Ал енді Кәрекең жалғыз әнмен тоқталған емес. Өмірінің 40 жылын осы аудандық газетте кішкене ғана бөлім бастығы болып жұмыс жасады. Ал енді сол 40 жылдың ішінде ешқандай басшылық қызметке ұмтылмай, өмірінің бәрін өнер деген өлке бар деген энциклопедиялық Луговой ауданы туралы, Луговой ауданынан шыққан өнерпаздар, ақындар, термешілер, күйшілер, қобызшылар, жалпы өнерге деген үлес қосқан көптеген азаматтар туралы кейінгі ұрпаққа сабақ болатын, тарихтың қойнауында қалып қойған азаматтар туралы халықты таныстырып үлкен кітап жазып шықты. Бүгінгі жазушылар, ақындар, сазгерлер туралы да көптеген мәліметтер бар. Кәрекең 3 поэзиялық кітап және өнер деген өлке бар деген энциклопедиялық кітап жазған адам. Бұл әнді ән сүйер жүрекке жеткізіп айтқан әнші Досымжан Таңатаров. Өнердегі жаңадан қадам басып келетқан мектеп қабырғасынан домбыраны қолынан тастамай өзіміздің Құмарық деген ауыл
Шалтауының бауырында, Луговой, қазіргі Рысқұлов ауданында, сол өзіміздің бауырымыз Досымжан Таңатарып әніміздің жаңадан сол өнерге қадам баса бастаған кезі болатын. Сон бір күні келіп әңгімелесіп отырып, осындай бір ән бар, көрші деп, сөйтем, ойбай аға, оны әдемі, керемет сазы бар ән ғой деп алып кеткен. Сол 2000 жылы Досымжан соны мынау қазіргі белгілі сазгер, өзі композитор Лұқпан Жолдасов деген бауырымыз бар. Екеуі жаңағы әнді қарап, соның жаңағы аранжировкасын бәрін түгел сол Лұқпан жасаған бірінші кезекте. Сол кезде Қазақ радиосынан бір конкурс жарияланды. Сонда жаңағы біз екеуміз әнді, Досымжан орындаған әнді, сол бірінші айдың есінде жеңімпаз, одан кейін жылдың қорытындысы бойынша жеңімпаз атанып, 2000 жылы ән тыңдайық бағдарламасының жыл әні болып танылған. Кәрімжан Нүсіп ағамыздың сөзіне жазылған Дүйсен Бақыбаев ағамыздың біз екеуміз әні 2000 жылы менің репертуарыма енді. Содан бері, яғни мен сахнада қазір 30 жылдың көлемінде жүрсем, репертуарымнан, қайда концерт берсем де бағдарламамнан менің қалған емес. Өйткені өз тыңдарманын тапқан, менің репертуарымның ішіндегі орны бөлек, шоқтығы бөлек әннің бірі. Тіптен қалап, сұрап айтқызатын әнге айналған. Өйткені бұл ән өзі бір әуезді, сөзі мен әні біте қайнасқан, одан кейін оның өңдеуі де сондай бір сәтті шыққан туынды. Тіптен бұл алғашқы менің сахнаға шыққан кезімдегі мені танытқан әндердің бірі. Яғни бұлан өлмейтін, бір елдің көкейінде айтылатын, орын тапқан өміршең әннің бірі. Сондықтан осы репертуарыма енуіне мүмкіндік берген Дүйсен ағама амандық тілеймін, деніне саулық тілеймін. Біз бүгін біз екеуміз әннің тулу тарихын сіздерге таныстырдық. Қазақ барда қазақ әндері жасай беретіні хақ. Бүгінгі хабарымыз осымен тәмам. Ән көңілдің ажары, ән жүректің ғазалы, таусылмасын біз тыңдар, әуендердің ғажабы. Қой үстіне боз тұрғай жұмыртқалаған, тыныш та, бейбіт заманда, бақытты да, бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп еткей.